Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте оңай әрі жеңіл дайындалатын, гарнир ретінде ұсынатын шашыраңқы күріш жасап көрсететін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Алдымен қазанымызды отқа қойып, күнбағыс майымызды құйып, сәл қыздырып аламыз. Енді қызып тұрған майымызға сарымсағымызды салып, сарғайғанша қуыратын боламыз. Сарымсағымыз сарғайғаннан кейін әбден жуылып, тазартылған күрішімізді салып, майға қуырамыз. Татымына қарай тұзымызды салып, әбден араластырып, күрішіміздің бойындағы суы кеткенше әбден майға қуырып аламыз. Қуырылған күрішімізді қасығымызбен араластырып, үстіне су құятын боламыз. Суымыздың мөлшері күрішімізден 1,5-2 см жоғары болып тұруы қажет. Қайнаған күрішімізді араластырып, жай отта 20-25 минутқа қалдырамыз. Біздің күрішіміз дайын, осындай шашыраңқы әдемі күріш шығатын болады. Менің рецептіммен ең оңай тәсілмен жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына кәміл сенімдімін. Кез келген тағамға гарнир ретінде ұсына аласыздар. Ас болсын. Егер менің видеом ұнаған болса, YouTube каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Рахмет.